Саламатсыздар. Қайырлы күніңіздер. Бүгін біз сіздермен Present Perfect'in қосымшаларына назар аударайық. Бұл жерде бізде For Since және Ago. For Since Ago'ның аудармаларын бізде аралайды. For дегеніміз бізде белгілі бір уақыттың аралығында болған іс-әрекет айтамыз. Since деген сол іс-әрекет белгілі бір уақыттан басталғанын көрсетеді. Және де Ago дегеніміз сол іс-әрекеттердің қашан болғанын, бұрын болғанын айтып өтеді. Мысалдармен түсінікті болады бізге. Бірінші мысал. Jill has been in London for 4 days. Jill Лондонда бізде 4 күн уақытын өткізген болатын. Немесе Jill has been in London since Monday. Jill Лондонда бізде дүйсенбіден бері Лондонда. Ал сонымен we use for a period of time, 4 days, 2 years, etc. Сонымен for деген сөзіміз бізде қолданылады 4 күннің аралығында, 1 сағаттың ішінде, осы 1 аптаның аралығында, немесе 1 айдың төңірегінде, 5 жылдың арасында деп бір белгілі бір уақытты көрсетеміз. Яғни біздер for болған кейін бірдеңеге арналған деп аталатын болсақ, Present Perfect'ке келген кезде for'ның аудармасы мүлдем басқа. Ол уақыт көрсеткіші көрсетеді. Келесі, we use since in the start of period, Monday, 9 o'clock, etc. Біздер since'ті өткен шақтағы белгілі бір уақытта басталған іс-әрекет, белгілі бір нүкте сол уақыттан басталған. Мысалы үшін, дүйсенбіден басталды, немесе сағат 9-дан басталған. Start of the period-на суретке қарасақ, бізде өткен шағымыз, бізде осы қазіргі кезіміз. Since Monday, яғни дүйсенбіден басталған іс-әрекет. Нүктеміз өткен шақтар бізде дүйсенбіде басталған. Since Monday, 9 o'clock, 24th of July, December, 1985, Wednesday, және тағы басқалар бізде белгілі бір уақытты нүкте ретінде көрсете аламыз. Келесі, салыстыра өтетін болсақ, Barry has been in Canada since January. Демек ол Barry Канадада қаңтар айынан бері сол жақта. Біз білмейміз, қанша уақыт өткенін біздер нақты ақпарат ретінде қаңтар айынан екенбіз. Келесі сөйлемде Barry has been in Canada for 6 months деген жерде бізде Barry нақты 6 ай көлемінде бізде қазіргі кезде Канадада. Келесі өтетін болсақ, from, to, until, since, and for. Осы 4 сөздерді signal words деп айтсақ болады, present perfect'те қолданылатын сөздер. Және ago, before now, қазірден бұрын деген сөз, иә? Бірінші сөйлем. Susan started her new job 2 weeks ago. Susan жұмыс істей, өзінің жаңа жұмыс істей бастағанда 2 апта бұрын бастады. Келесі, when did Tom go out? 10 minutes ago. Сонымен қашан Том шығып кетті дейтін болса, өткен шақта 10 minutes ago, 10 минут бұрын деп жауап береміз. Келесі, I had dinner an hour ago. Мен 1 сағат бұрын өзім асымды ішіп алдым. Life was very different 100 years ago. Өмір осыған дейін өте басқаша болды 100 жыл бұрын. Демек, қазіргі уақытқа қарағанда 100 жыл бұрын біздің өміріміз басқаша болды деген сөйлем. Және we use ago with the past simple, did and started. Бізде бұл ago тек present perfect'ке тиесілі ғана емес, ол past simple'ды де қолданатынына назар аударайық. Келесі, үй тапсырмасына берілген жаттығуды қарап, сіздермен талқылап өтейік. Бізде бірінші сөйлемді бірге орындайық, қалған сөйлемдер бізде Google сілтемесінде болады. Сонымен мына жақта бізге бос орындарға since пен for жазу керек. She's been in London since Monday. Дүйсенбіден бері ол Лондонда. She's been in London for 4 days. Mike has been ill for a long time. He's been in hospital
since October. Майк ауырып жатқан көп уақыт бойы ауырып жатыр. For a long time деген. Және ол ауруханада қазан айынан бері ауруханада. Тапсырмалар егер жұмыс ретінде назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.